Ассалаумағалейкум әріптестер. Бүгін егов арқылы юрлицо мемлекеттік органға кілт алу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен осылай кіресіздер. Соның ішінде мына жерде болады қазір. Еговтың астында получение ЭЦП удаленно басасыз. Заказать онлайн. Юрлицо кілт алудың қазір бастан аяқ барлығын көрсететін боламын. Егер первый руководитель болса, директордың атына первый таңдайсыздар. Клиент казначействодан алатын болса, клиент казначейство, мен сотрудник ретінде аламын. Мына жерге бейінін тересіздер. Енді теріп болған отправить запрос батырмасын басасыз. Одан кейін одноразовый пароль келеді телефонға. Сол пароль тересіздер. Мына жерге удостоверение личности. Мына жерге қайта енді тересіздер. Телефон номерді. Тағы да телефонға код келеді. Тоғыз, 15. Мына беттеріңізді көкке дәл әкелесіздер. Жақында десе жақындайсыздар, алыста десе алыстайсыздар. Бетті қозғамай дәл көкке тіке әкелесіздер беттеріңізді. Және тағы бір айтарым. Мына жерде қазір разрешить батырмасын басасыздар. Тағы бір айтарым. Егер сізде очки болса, очкиді шешіп тастап түсіңіздер. Және де күлмей тұрсаңыздар, күліп түсіңіздер, тісіңізді көрсетіңіздер, сол кезде кейде қабылдайды, егер қабылдамай жатса. Мына жерге птичка батырмасын басып, галочка қоясыздар. Мына жерге электронный почта. Так, рабочий столға бір место хранения таңдайсыздар. Так, осындай заявка болып тұр. Бұны қозғамайсыздар. Ожидание подтверждения первого руководителя дегенде оған кіресіздер мына жақтан. Осы сайтқа кіреміз. pky.gov.kz сайтына кіріп, директордың кілтімен подтверждение жасаймыз қазір. Осы жерде заявка ЭЦП сотрудник дегеннің ішінен заявка на получение ЭЦП-ға басасыздар. Мына жерге ешқандай номер ештен керек емес. Қай күнмен запрос жасадыңыз? Мысалға бүгін 11 ақпан болса, 11 ақпанмен тересіздерді искать батырмасы басып қаласыз. Тек қана бір ғана заявка түсіп тұр.
соның фамилиясын мынау оң жақта редактировать батырмасын басып төмен қарай түсесіздер. Выберите статус заявкиге. Заявка подтверждена первым руководителем организацияға басасыздар. Отказ бермеңіздер. Мына жерге галочка қоясыздар да подтвердить батырмасын басып кілтпен қол қоясыздар. Барлығы болғаннан кейін жаңағы екінші браузерге кірген кілтті мына жерден обновить батырмасын басасыз. Загрузить сертификаты деген шығады. Сертификаттан загрузить етесіздер. Мына жерге новыйдан пароль қоясыздар. АА 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Бұл парольді өздеріңіз ұмытып қалмауларыңыз керек. Подтвердить. Сертификат успешно установлено, ключ HTTP готовы к использованию дейді. Егер сұрақтарыңыз болса, маған комментарий жазыңыздар. Достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Бұл тек қана юрлицоға алынған кілт. Физлицоны алу жолы өте бөлек. Ол менің каналымда бар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Егер пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар, бөлісіп қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.